Қайырлы күн әріптестер. Аттестацияда педагогикадан келетін тест сұрақтарының 5-ші нұсқасын назарларыңызға ұсынып отырмын. Бірінші сұрақ. Рефлексия жасайтын мұғалімнің қызметін жетілдіруге жәрдемдеседі. Жауабы: қызмет нәтижесі туралы әкімшілікке есептер тапсыру. Екінші сұрақ. Оқушыларды өзінің құрдастарын бағалауға шақыру оларға неге көмектеседі? Топтасуға. Үшінші. Эмоционалды және рольдік бастауларды ұйымдық қатынасында және жеке спецификалық мәдениеті бар үнемі мақсатқа жетуде біріккен іс-әрекетпен қашықтық және уақытша адамдардың қатынасуы қалай аталады? Жауабы: шағын топ. Төртінші. Мұғалім оқушыларға жазба жұмысын көп жаздырады. Себебі: дұрыс емес жауапты таңда. Жауабы: оқушылар сабақта бос отырмайды. Бесінші. Берілген жұмыс түрлері сабақтың қай бөлігінде тиімді болмайды? Басында, соңында, ортасында. Оқушыларға табиғатты суреттеуді белгілеу ұсынылады. Оқушыларға мәтінді бөлімдерге бөлу және оларға атау беру ұсынылады. Оқушылар мәтіннен әр бөліміне сурет таңдайды. Жауабы: кез келген сабақ кезеңіне сәйкес келеді, бірақ сабақ соңында қолданған жөн. Сізге электронды варианты керек болса, Instagram парақшамызға тіркеліп, WhatsAppқа шығыңыз. Алтыншы. Мұғалім оқытуда оқушыларды ынталандыру үшін жұмыстарын сыныпта және одан тыс жерлерде көрсетуге тырысады. Сіздің ойыңызша, қандай ынталандыру әдісі неғұрлым дұрыс? Жауабы: мұғалім тек үздік жұмыс пен әдеттегі жақсы жұмыс үлгілерін көрсетуді ұсынады. Жетінші. Сабақ кезеңдерінің қайсысы жаңа тақырыпты меңгерген уақытта басқасынан ұзақ болмауы керек? Мысалы, жаңа бөлімнің бірінші сабағы. Жауабы: тек қана негізгі кезең мен үй жұмысына көбірек уақыт беріледі. Сегізінші. Кейбір мұғалімдер ата-аналар жиналысына жасалған жұмыстарды көрсету үшін портфолияны алып көрсетеді. Бұл ата-анаға балаларын сынауға мүмкіндік береді. Портфолияны көрсетуде ата-ана мен оқушының сапалық қарым-қатынасына не әсер етеді? Жауабы: барлық оқушылардың портфолиясын қарауға рұқсат беру. Яғни ата-ана өзінің баласын салыстырмалы түрде қай деңгейде тұрғандығын анықтай алады. Тоғызыншы. Өзара бағалаудың және өзіндік бағалаудың сабақ барысындағы маңызы. Кері байланыс беруді ұйымдастыру. 10. Оқушылардың білім алудағы табысты туа біткен қасиет деп ойлауы оларды неге итермелейді? Жеңіле салуға. 11. Ұтымды өзін-өзі бағалау және сыныптастарын бағалау оқытуды бағалауға бағытталған үш өзге де маңызды үдерістерді қамтиды. Олар: жауабы: бірінші, сөйлеу дағдыларын дамыту, екінші, кері байланыс, үшінші, саралау критерийлерін ұсыну. 12. Мұғалім зияткерлігі оның оқыту үдерісінде қалай көрініс табады? Жауабы: адами зият жеке тұлғаның өміріне қатысты шынайы ортаны бейімдеуге, іріктеуге және құруға бағытталады. 13. Методикалық кеңесте сізге сабақта оқушылардың белсенді іс-әрекетін көрсету ұсынылды. Сіздің әрекетіңіз. Жауабы: оқушыларды ойландыратындай тапсырманы түрлендіруге критерийлер ұсынасыз. 14. Үзіліссіз бағалау дегеніміз не? Жауабы: мұғалім оқушылардың жазба жұмыстарын тапсырар алдында үнемі түзетулер енгізу үшін әр апта сайын тексереді. 15. Бағалаудың басты мақсатын анықтаңыз. Барлық жауап дұрыс бұл жерде.
мотивация, болжау және таңдау, қиындықты анықтау, кері байланыс, білім беру бағдарламасының мазмұнын және оқыту стилін тексеру. 16. Педагогика ғылымының салалары: мектепке дейінгі педагогика, емдік педагогика, арнайы педагогика, еңбектік түзету педагогикасы деп бөлінеді. 17. Жеке тұлғаның адамдарға, іс-әрекетке, өзіне, қоршаған ортаға тұрақты қарым-қатынасы не деп аталады? Жауабы: мінез. 18. Қазіргі кездегі интеллектіні түсіну барысында негізгі әрекет жасалынады. Жауабы: қоршаған ортаға бейімделу қабілеті. 19. Түйсінудің интероцептивтік рецепторы орналасқан. Жауабы: ішкі органдардың тегіс бұлшықеттерінде. 20. Сендіру әдістерінің қатарын көрсет. Жауабы: әңгіме, үлгі-өнеге, қоғамдық пікір. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.